Қайырлы күн достар, біз өткен сабақта әрбір электрондарды энергетикалық деңгейге орналастырған болатынбыз. Енді бүгінгі сабақта энергетикалық деңгейлердегі электрондарды электрондық конфигурация бойынша орналастырамыз және де деңгей шеге, орбиталға бөліп жазатын боламыз. Ол үшін мысал ретінде мен магнийді алайын. Магний реттік номер 12 ден, сондықтан 12 протон, 12 нейтрон, 12 электрон болады. Нейтрон санын біз білеміз, қалай анықтау керек екенін, атомдық массадан реттік номерді азайтқанға тең болады. 12 электроны бар. Магний бізде үшінші энергетикалық деңгейде орналасқан, яғни үшінші периодта орналасқан, сондықтан 3 энергетикалық деңгей бар деген сөз. Бірінші деңгейге 2 электрон, екінші деңгейге 8, үшінші энергетикалық деңгейге топ номерін жазамыз. Яғни екінші топта 2, 8, 2 барлығын қосқан кезде 12 электрон шығып тұр. Жай өзіміз үшін түсініп алу үшін мен жоғарысында энергетикалық деңгейлерді номерлеймін. 1, 2, 3. Негізі былай жазып та қажет емес келесі сабақтарда. Бірінші деңгейге S деңгейшесі жатады. Екінші деңгей S пен P, үшінші S, P, D. Төртінші деңгейде, мына жаққа жазып қоя салайын, төртінші деңгей S, P, D, F деңгейшелерден тұрады. S деңгейше ол бір ұяшықтан, яғни бір орбиталдан тұрады. P деңгейше үш ұяшықтан, яғни үш орбиталдан тұрады. D деңгейше 5 ұяшықтан тұрады. Яғни ол дегеніміз 5 орбитал деген сөз. F 7 ұяшықтан тұрады. 7 орбиталдан тұрады. Енді әрбір орбиталда 2 электронын орналасады. Төмен жоғары қаралған стрелкамен электрондарды белгілейміз. Ең бірінші жоғары қаратамыз, содан кейін төмен түсіреміз. Барлығын орналастырып шығайық. Сонда S деңгейшеге максимум 2 электрон сет деген сөз. P-ға 6 электрон сет деген сөз. D-ға 10 электрон, F-ға 14 электрон. 2 электрон, 6 электрон, 10 электрон және F бізде 14 электронды құрайды. Біз айттық, бірінші деңгей тек S деңгейшеден тұрады. Екінші деңгей S пен P-дан тұрады. Үшінші деңгей S, P, D-дан тұрады дедік. Сонда бірінші деңгей S-дан ғана тұратын болса, бірінші деңгейде неше электрон болады деген сөз? 2 электрон болады деген сөз. Екінші деңгей S пен P-дан тұрады. S-та бізде 2 электрон, P-да 6 электрон бар. Сонда екінші деңгейге максимум 8 электрон сияқты деген сөз. Үшінші деңгей S, P, D-дан тұрса, үшеуін қосамыз. 2-ге 6, 8, 8-ге 10, 18. Сонда үшінші деңгейге максимум 18 электрон сияды. Төртінші деңгей S, P, D, F-тен тұрады. 2-ге 6-ны қосамыз 8, 8-ге 10, 18, 18-ге 14, 32. Сонда төртінші деңгейге максимум 32 электрон сияды. Әрі қарай біз енді магнийдің осы электрондық конфигурациясын жазамыз. Ол үшін магний деп элементтің өзін жазып қоямын. Бірінші деңгейдің номерін жазамыз. Мынау бірінші деңгей. 1. Одан кейін деңгейшенің таңбасын жазамыз. S деңгейше. S деңгейшеге неше электрон сияды? 2 электрон сияды. Электронның деңгейшенің оң жақ жоғарысына жазып қоямыз. Екінші энергетикалық деңгейге келеміз. Реттік номерін жазамыз. 2. Деңгейшенің таңбасын жазамыз. S. S-қа неше электрон сияды? 2 электрон сияды. Сонда 2S2 болады. Одан кейін бізде екінші деңгейде тағы да P деңгейшесі бар. Оны жеке орналастырамыз. Реттік номер жазамыз. 2. P деңгейшені жазамыз. P деңгейшеге неше электрон сияды? 6 электрон сияды. Сонда 2P6 дейміз. Үшінші деңгей таңбасын жазамыз. Бірінші S, P, D деп тұр, иә? Осы үш деңгейшедегі энергиясы ең төмені S деңгейше. Электронды орналастырған кезде энергиясы төмен деңгейшеден бастап орналастырамыз. Біз сонда 3S, S-қа неше электрон сияды еді? 2 электрон сияды. Сонда P мен D-ға бізде уже соңғы энергетикалық деңгейде ешқандай да электрон жоқ. Сондықтан P мен D 0-ге тең болады. 0-ге тең болғаннан кейін оны жазбай қойсақ та болады. Сонда магнийдің электрондық конфигурациясы 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 деп жазылады. Әрі қарай осы электрондық конфигурацияны электрондық құрылымдық формула түрінде жазайық. Сонда біз S-та бір ұяшық, бір орбитал бар дедік. Сонда бір S-іміз бізде бір ұяшық және оның ішінде 2 электрон бар. Осылай орналасады. 2S2-міз S бір ғана орбиталдан тұрады және 2 электронын орналастырамыз. P 3 орбиталдан тұрады. 3 ұяшық, яғни 3 ұяшыққа 6 электронды орналастырып шығамыз. Одан кейін 3S, ода 2 электрон. 3P мен 3D бізде 0, сондықтан жазбай қойсақ та болады. Сонда электрондық конфигурациясы дегеніміз осылай анықталады. Тағы да бір мысал ретінде мырышты алайын. Мырыш бізде 4-ші периодта орналасқан. Сондықтан оның 4 энергетикалық деңгейі бар. Әр деңгейге электрондарды орналастырып шығайық. Бірінші деңгейге 2 электрон, сыртқы энергетикалық деңгей саны топ номеріне сәйкес келгендіктен
мырыш екінші топта болғасын 2 деп жазамыз, 2 электрон. Екінші энергетикалық деңгейге максимум 8 электрон сиятын. Ал бізде мырышта жалпы 30 электрон бар. Сонда 2-ге 8-ді қосамыз 10, 12, 30-дан 12-ні азайтсақ 18 электрон бар, иә? 18 үшінші деңгейде 18 электрон бар деген сөз. Әрі қарай біз электрондық конфигурациясын жазамыз. Бірінші деңгейде 1s 2, мінекей s-та 2 электрон бар. Екінші деңгейде s пен p орбиталдары толады. Я деңгейшесі. Сонда 2s2, 2p6 деп жазамыз. Үшінші деңгейде 3s2, 3p мінекей s, p, d сияқты дегенбіз деңгейшелерден тұрады дегенбіз үшінші жаңағы энергетикалық деңгейде. Сонда 3s2-мізге 2 электронымыз кетті. 3p6, яғни p деңгейшеде максимум 6 электрон бар дедік. 6-сын жазып қоямыз. 3d, d-да неше электрон бар дедік біз? 10 электроннан тұрады дедік. Сонда 3d10-ды жазамыз. Сонда мына 2, 6, 10, 3 электронның қосындысы мына деңгейдегі электрон санына тең болу керек. 2-ге 6, 8, 10, 18 болады. Одан кейін төртінші деңгей 4s2 электронды осы жерге орналастырамыз. Сонда төртінші деңгейде p, d, f деңгейшелері 0-ге тең болады. Сондықтан оларды жазбаймыз. Әрі қарай графикалық формуласын құрамыз. 1s2-де 2 электрон, 2s2-де 1 ұяшықта 2 электрон, p-да 3 ұяшықта 6 электрон. Электрондарды орналастырған кезде мұқият қараймыз. 3s2-де 2 электрон, p-да 6 электрон, d-да 5 орбитал, әрқайсысына 2 электроннан, сонда барлығы 10 электрон сияды. 4-те 2 электрон, 4s2-ні құрайды. Электрондық графикалық формуласын біз осылай жазып шықтық. Енді сіздер өздеріңіз үшін кальций, күкірт және де алтын осы 3 элементтің электрондық конфигурациясын жазып үйреніңіздер. Комментарийға бір элементтікін жазып кетсеңіз болады. Жақсы, сау болыңыздар.